Benim gülüm Asılcan деген оқшын берді. Өте әдемі. Менің настроениемді көтеріп тұр. Selam arkadaşlar, nasılsınız? Мен бүгін сіздерге гратистен алған заттарымды обзор жасайтын боламын. Қызық болса видеоны соңына дейін қараңыз. Достар, гратис деген магазинде Түркияда 2-3 күн бойы 50% скидкалық акция жүрді. Сол кезде мен барып, осы бір пакетті алып алдым. Ішінде керек заттар барлығы. Ал жеке-жеке сіздерге түсіндірейін. Біріншісі ашки сүртетін салфеткалар. Яғни бұл сыртқа суыққа шыққанда біздің ашки буланып кетеді ғой, поэтому осы салфетканы қолданатын болсақ, буланбайды деп айтылған. Ішінде 30 штук бар. Біреуін қолданып көрдім, ұнады. Ашқан кезде біраз алкогольдің иісі шығады, дымқыл болып, із қалдырған секілді болып көрінеді, бірақ мүлдем із қалдырмайды. Это суланып жатыр. Ладно, тағайық. О, тап-таза болып қалды. Екінші зат күнделікті қолданатын ежедневник. Бұл ішінде 40 штук бар. Қалыңдығы нормально. И бұл Orchid деген фирма. Қазақстанда бұндай фирма бар ма, және бағасы неше, сіздер жазып кетіңіздер. Одан кейін бальзам алдым. Ванильный дәміндегі Beauty'дің фирмасы. Одан кейін шампунь. Осы шампунь барлығы осы Түркияда алып жатыр екен. Енді milk терапия деп аталады. Morphos'ның несі фирмасынан жасалған. Яғни креммен сүт араласқан соң сезімді беретін шампуньның түрі екен. Бұл шампунь Түркияда өте атақты болып жатыр. Енді мен шашым негізі майлы, бірақ бұл шампунь құрғақ шаштарға арналған екен. Сонда да қолданып көрейін дедім, себебі иісі де жақсы деп айтылып жатыр. Көрейік бұны қолданып. Одан кейін тарақ әртүрлі формада тарақта сатылып жатыр екен. Именно осы формасында тарақта алдым. Жұмсақ тараған кезде проблема шығармады. Мен уже тарақ көрдім. Маған ұнады, үлкен, және де осы цвет именно жақсы. Одан кейін нормальный молпеттің месячный деген кезде салфеткасы, бұны түсіндірмей қойын, бағасын жазып кетем. Қазақстандағы бағасын қыздар жазып кетіңіздер. Одан кейін зумный щетка 3 штук, яғни екеуін алса біреу бесплатный екен. Сигнал фирмасының жасалған щеткасы. Одан кейін мынандай Отачы деген фирманың көпігін алдым. Сабын орнына қолданады. Жалпы майлы беттерге арналған екен. Мен бетім майлы и проблемный. Бұл фирма табиғи өнімдер көбінесе шығарады. Бұдан кейін, именно осыны қолданып болғаннан кейін, тоник қолдан деп маған кеңес берді. Тоник 100% табиғи өнімдер жасалған роза суы. Бұл типа тоник ретінде жүреді. Түркияда ең атақты несі? Гүл суы деген, гүл деген, роза деген мағынаны білдіреді. Түркияда көбісі осыны қолданады. Поэтому сіздер Түркия қандай подарка алып барам дейтін болсаңыздар, осыны алып барсаңыздар болады. Осындай гүл суы деген көп деген фирмалар бар. Мен Отачы деген бірінші рет алып тұрмын. Яғни ішінде бұның парабен, алкоголь и парфюм мүлдем жоқ. Одан кейін осыны алдым, гелін. Дәл сол секілді парабен, парфюм, алкоголь мүлдем қолданылмаған. Осы екеуінен кейін міндетті түрде мынаны қолдану керек екен. Сол кезде несін береді, нәтижесін береді деп айтылған. Енді осыған араластырып, мысалы мынаны 3 күн жағатын болса, 4 күн увлажнение беретін, яғни немлендіріci кремді қолданатын боламын. Бетті жұмсартып, немлендіріп тұратын крем. Осы фирма екеуден. Одан кейін шашқа арналған парфюм, Beauty'дің парфюмі. Бұл шашқа ұзақ уақыт бойы жақсы иіс беріп тұрады екен. Бұны мен уже екіншісін қолданып жатырмын, маған ұнады. Одан кейін мынандай салфет, то есть тряпка алдым.
Бұл тряпканың ерекшелігі microfiber деп аталады, яғни терезені түскенде із қалдырмайды. Мен кішкентайын алған болатынмын, бірақ гратисте соңғы бір штук үлкеніне қалғандықтан ала салдым, скидкада болып тұрғандықтан. Енді заттар бітті. Осының бәрі достар 421 лира болды. 421 лираға осы заттардың бәрі жасалды скидкамен. Астына жеке-жеке бүгінгі курспен жазып өтем. Қазақстандағы бағасына сіздер де жазыңыздар. Сосын сіздерге қандай тақырып Түркияға байланысты қызық екенін жазып өтіңіздер. Соған байланысты видео түсіретін боламын. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.